Қайырлы күн оқушылар, бүгін дүниетану 4-ші сынып, жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта көшеде жүрудің қауіпсіздік ережелерін есіне түсіресің. Өз қауіпсіздігіңді жоспарлауды үйренесің. Тірек сөздер: қауіпсіздік, жолда жүру ережелері. Балалар, күн сайын үйден шыққан адамға түрлі жағдайлар кез болуы мүмкін. Ол қандай қауіп-қатерлер деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар балалар. Осындай қауіп-қатерлерді бүгінгі сабақта өтеміз. Адам қолымен жасалған жасанды орта деп елді мекендерді, тұрғын үйлерді, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар мен басқа да көптеген дүниелерді айтуға болады. Олардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасады. Алайда, олардан келетін қауіп-қатерлер де бар. Солардан өзіңді қалай сақтандыруың керек? Көшеге шыққанда сен жаяу жүргінші, не велосипедші, не көліктегі жолаушы боласың. Соның бәрінде сақталуы тиіс қауіпсіздік ережелері бар. Сен жаяу жүргіншісің. Суреттерге қарап, өзара талқылаңдар. Мұндай жағдай неге қауіпті? Қауіпті жағдайға ұрынбау үшін балаларға қандай кеңес бересіңдер? Міне балалар, жаяу жүргіншіні сақтайтын ережелер. Бірінші, тек жаяу жүргіншілер жолымен ғана жүру. Екінші, ешқашан көлік жүретін жолда ойнамау. Үшінші, бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана жолдан өтуге болады. Төртінші, жаяу адам жүруге болмайтын жолдан өтпе. Сен велосипедшісің. Саған велосипед сатып әперсе, оны қандай жерде тебетініңді біліп ал. 14 жасқа дейінгі балалар көлік жүретін жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Ал егер жолдан өту керек болса, велосипедтен түсіп, оны рулінен ұстап, жаяу жүргіншілердің жолымен өтуің қажет. Жолаушыны сақтайтын ережелер. Бірінші, көлікте келе жатқанда терезеден басыңды шығарма. Көлік жүргізушіні алаңдатпа. Көлікке тек жаяу жүргінші жолы жағынан мініп түс. Жол белгілеріне назар аударыңдар балалар. Суреттегі жол белгілерін есіне түсір. Ескерту, тыйым салу белгілері мен меңзейтінін түсіндір. Үйіңнің айналасында қандай қауіпті жағдайлар болуы мүмкін? Құрылыс алаңында немесе трансформатор күркесінің жанында ойнама. Саябаққа немесе орманға жалғыз барма. Пікірлеріңізді дәлелдеңіздер балалар. Арман көшеде бейтаныс адам көмек сұраса, бас тартпай сыпайы болу керек. Ал Майра болса, қылмыскердің алдауына түспеу үшін әрдайым өз қауіпсіздігіңді естен шығармау керек. Кімнің пікірі дұрыс балалар? Дұрыс айтасыздар балалар. Майранікі дұрыс. Қылмыскердің алдауына түспес үшін әрдайым өз қауіпсіздігіңді естен шығармауың керек. Диаграммаға қарап, балалар жиі ұшырайтын көше оқиғасының себептерін анықтайық балалар. Қызылмен белгіленген бізде 40%, көшенің рұқсат етілмеген тұсынан өту. Келесі, қызғылттау, көліктен дұрыс түспеу 30%, жасыл 15%, бағдаршамның белгісіне назар аудармау. Келесі, көк түс 10%, жолда ойнау. Келесі 5%, басқа да қауіп-қатерлер. Балалар, барлық қауіп-қатерді алдын алу қажет. Сақ болыңыздар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.